Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бұл біздің жаңағы денсаулық сақтау циклындағы бағдарламалардың бірі. Өзім мамандығым торакалды хирург, және де пульмонолог, фтизиатр, өкпенің маманы. Сол себептен өкпе жайлы бастаған дұрыс көрдік. Себебі қазір 21 ғасырда соңғы 2 жылдың ішінде өкпе проблемасы өте шарықтап тұр. Осы жайлы ақпаратты сіздерге бергім келеді. Осыдан өткен алдындағы бағдарламаларда біз ЖРВИ жайлы айттық, ЖРВИдің қалай асқынулары болуы мүмкін екенін де айттық. Сонда ЖРВИ өткен бағдарламада біз жоғары тыныс жолдар, одан кейін кеңірдекке түсуін айтсақ, енді кеңірдектен төмен қалай қарай кететінін анықтағанымыз жөн. Не себепті десеңіздер, кеңірдек ол жалғыз ғана бір түтік. Ол екіге бөлінеді. Адамда барлық нәрсе екеуден жаратылған табиғаты бойынша. Өйткені бізде оң өкпе бар, және де сол өкпе бар. Екі көз болса, екі құлақ болса, тек қана бізде қандай ағза, бірақ түйір бар. Соны айтып көруге тырысыңыздар. Бұл сіздерге сауал болсын, комментарияға жазып қойсаңыздар болады. Қандай ағза бізде жалғыз? Сол себептен ойланыңыздар. Ал енді ары қарай кетейік. Өткен бағдарламада жаңағы бізде трахеид дедік. Трахеид кеңірдектің қабынуы. Егер де осы жерде денсаулығымызды қолға алмасақ, не бізде ары қарай өршуі мүмкін? Әрине, кеңірдектен төмен бізде бронхтар басталады. Бізде оң жақ бронх бар, және де сол жақ бронх бар. Мына оң жақ бронх пен сол жақ бронхтың айырмашылығы неде? Мысалға айтатын болсақ, сол жақ бронх, өйткені жүрек бізде сол жағымызда орналасқан соң, сол жақ басты бронх ұзындау болады, және тіке болады. Оң жақ бронх ол қысқа болады, және де тез жоғарғы бұрылатындай өзінің бұрылыстары бар. Көп жағдайда өкпенің қай жағы бронхит болып жатады. Бронхит дегеніміз жаңағы ол біздің ауа жүретін жол. Көп жағдайда мысалға темекі шегетін адамдардың барлығында бар. Барлығыңызда көрсеңіздер, рентгенге түссеңіздер, хронический бронхит деп жатады. Созылмалы бронхит. Хронический бронхит дегеніміз не? Хронический бронхит дегеніміз бала кезіңізде сізде жедел бронхит болған, соның дұрыс емдемеудің салдарынан сол созылмалы түрге айналған түрі. Бронхит деген сол шырышты қабаттың қабынып, мысалы бронхтың көлемі мынандай ғана тесік болатын болса, шырышты қабат қабынған кезде оның диаметрі төмендейді. Сол себептен ауаның өтуі қиындап, сізге тыныс жетіспеуі мүмкін. Сол себептен сізде жөтел күшейеді. Сол себептен сәл жүрсеңіз ентігіп қаласыз, шаршап қаласыз. Және де бұл жерде шырышты қабат болған соң бактериялардың, тағы да басқа инфекциялардың көбеюіне үлкен мүмкіндік береді. Егер ол көбейетін болса, әрине сізде дене қызуы көтеріледі. Әрине сізде әлсіздік болады, тершеңдік болады, шаршағыштық болады. Сол себептен сіз жөтелесіз, бірақ жөтелдік сізге жеңілдік әкелмейді. Бронхит кезінде қандай белгілер болады? Бронхит кезінде бізде қақырық шығу басталады. Жай ғана қарапайым бронхит болған кезде бізде көп жағдайда ақ түсті қақырықтар пайда болуы мүмкін. Кейін инфекцияның қабынуына байланысты қақырықтың түрлері өзгере береді. Сары түске дейін, тағы да басқа түске дейін. Оны енді келесі бағдарламаларда айтамыз, қақырыққа арнайы тоқталамыз. Сонда бронхитті енді қалай емдеуіміз керек? Қарап отырсаңыз, темекі шегетін адамдардың барлығында созылмалы бронхит бар. Олар күн салқында, суық ауа райы кезінде темекі шегуге шыққан кезде салқын ауаны өздері ішіне кіргізеді. Мұрынмен емес, ауызбен. Не үшін бізде мұрын бар, не үшін бізде ауыз бар? Мұрынмен кірген кезде мұрынның ішінде бізде былайша айтқанда түктеріміз бар. Жалпылама айтайын, жүн бар дейін. Сол жүннің қызметі шаң тозаң ұстап, ары қарай мұрыннан былай қарай өкпемізге жетеміз дегенше ол ауаны жылтып барады. Ал енді сіз ауызбенен тура салқын ауаны кіргізетін болсаңыз, әрине сіздің кеңірдегіңізде, бронхтарыңызда қабынып жатады. Сол себептен кейбір жағдайда тамақ ұстап қалып жататын да содан. Енді бронхтар қабынған кезде бірден темекі шегетін адамдарға антибиотик бермейміз ғой. Жөтеліп 2 аптадан қояды. Ал сонда қарап отырсаңыз, бронхитте көп жағдайда өз бетімен жазылып жатады. Дәрігерге қай кезде қаралу керек? Дәрігерге дене қызуыңыз көтерілген кезде, және де қақырықтың түсі өзгерген кезде, жөтел тоқтамаған кезде міндетті түрде дәрігерге қаралған дұрыс. Себебі бағанадан бері айтып келе жатырмыз, алдындағы бағдарламаларда жоғары тыныс жолдардың қабынуы, одан кейін жаңағы кеңірдектің қабынуы, енді бронхтың қабынуы, инфекцияны біз бетін алмасақ,
ол ары қарай төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Түсіп кеткен кезінде әрине бізде ауру асқынып ары қарай төмендей береді. Ол төмендеудің басқа да асқынулары болуы мүмкін. Енді сіздерге айтып кететін жайт, бронхпен ауырған кезде барлық адамға антибиотик қабылдаудың қажеті жоқ. Противирус қабылдауға болады. Ол жаңағы егерде эпидемия жүріп жатса, немесе тағы да бір үйден бірнеше адам ауырып жатқан болса, әйтеуір вирустың көрінісі бар ғой деп емделуге болады. Көп жағдайда күздің кезінде үйге сырқатты ауруды алып келетін ол кішкентай балдарымыз. Кішкентай балдарда иммундық жүйе әлі қалыптаспаған, сол себептен олар балабақшаға барады, балабақшадан келген соң ауруды сізге алып келеді. Бала сөйтіп өзінің иммундық жүйесін қалыптастырып жатады. Ал біз егерде денсаулығымызды салғырт қарасақ, біз де ауырып қалып жатамыз. Сол себептен бронхиттің емі антисептикалық жаңағы кәмпиттер, керек болса жаңағы противирусты дәрілік заттар, тағы да басқа да витаминдік заттар. Витамин таңдардың алдында көрінгеннің бәрі жылтыр деп, көрінгеннің бәрі әулие деп, көрінген витаминді алып жібермеңіздер. Кеңес алып тұрсаңыздар болады.